Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін маңызды тақырып. Бүгін сіздермен өзіңді жақсы көру үшін қандай қадамдар жасау керек екені жайлы әңгімелескелі отырмыз. Жалпы жақсы көру деген ол етістік. Белгілі бір жігіт қызды ұнатса не істейді? Іс-әрекеттер жасайды. Немесе белгілі бір адам баласы, немесе бір адамға деген махаббатын көрсету үшін белгілі бір қадамдар, іс-әрекеттер жасайды, махаббатын көрсету үшін көп жағдайда. Бірақ та біз ең маңызды қарым-қатынасты ұмытып жатамыз. Ең маңызды қарым-қатынастың бірі ол өзімізбен қарым-қатынас. Бүгін сіздермен өзімізбен сол қарым-қатынасты жақсартудың жолдарын көрсетемін. Өзімізге деген махаббатты қандай іс-әрекеттер арқылы көрсеткім келіп отыр. Мысалдар ретінде көрсеткім келіп отыр. Әрине, оның жолдары өте көп, дегенмен маған ұнаған және эффективті деген тәсілдерін көрсеткім келіп отыр. Ең алдымен осы кеңестерді бастамас бұрын сіздерге бір нәрсе айтқым келіп отыр. Дәл қазір сіздің ойыңызда, жүрегіңізде бір негативті эмоция. Негативті эмоция деген не? Біреуге деген реніш, немесе ыза, жалпы жүрегіңіз, жаныңыз тыныш болмай тұрса, міндетті түрде біріншіден құтылуға тырысыңыз. Қалай құтыламыз? Жазып, барлық эмоцияңызды шығарып жазып, не ойлайсыз, дәл сол сәтте не болды, бір-екі бет болуы мүмкін, бір бет болуы мүмкін. Жалпы ойыңызды қағазға түсіріп тастаңыз. Жеңілдегенін сезесіз міндетті түрде, егер де дұрыс жасаңыз. Немесе досыңызбен бөлісіңіз, жеңілдеп қалуы керек. Жалпы ол негативті эмоциялар ғой, ыза, реніш деген сияқты. Ал махаббат ол позитивті энергия, позитивті эмоция. Сол себепті адамда бір ғана эмоция сияды адамға. Немесе позитивті, немесе негативті. Екі эмоция болуы мүмкін емес. Сол себепті негативтен ең алдымен арылу керек. Өйткені өзіңізге деген махаббат, немесе басқа деген махаббатты сіз бере алмайсыз. Адамда жаңағы негатив болып тұрса, сол себепті құтылу маңызды. Алдында мен осы өзіңді жақсы көруге қатысты видеолар топтамасын шығарған болатымын. Өзіңді жақсы көруге жол деп аталады. 4-5 видео, қателеспесем, міндетті түрде көріп шығыңыздар. Расында сілтемесін беріп өтем, өйткені барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Бірінші қадам ол міндетті түрде өзіңізге рахмет айтыңыз, ризашылық білдіріңіз. Сіз мысалы өміріңізде қанша қиыншылық болды, белгілі бір сынақтардан өттіңіз, ситуациялар болды, сіз еш нәрсеге қарамай алдыға келе жатырсыз. Сіз сынған жоқсыз, сағыңыз сынған жоқ. Сіз жаман жолға түсіп кеткен жоқсыз, жаман адам болып кеткен жоқсыз, ұрлыққа түсіп кеткен жоқсыз. Сол үшін сол адамға ризашылық білдіріңіз, өзіңізге ризашылық білдіріңіз, рахмет айтыңыз. Сол адамға мен сені құрметтеймін деп айтыңыз. Сол үшін құрметтеймін, мен сені жақсы көремін, сыйлаймын деп өзіңізге міндетті түрде жылы сөздер айтыңыз. Әрине, ең соңында барлығы ол Алланың арқасында деп айтуды ұмытпаңыз. Барлығы ол Алланың арқасында. Екіншіден, Аллах Тағала бізге осындай келбет берген, осындай көздер, осындай ерін, Аллах Тағала бізге сана берген. Қараңызшы, ДНК-лар, жасушалар барлығы бір-бірімен қосылып, Аллах Тағала бізге осындай келбет берген. Аллах Тағала бізге сана берген, барлығын берген. Сол үшін міндетті түрде Аллах Тағалаға рахмет айтқан жөн. Батыс психологиясында, мысалы, мен әдемімін, менің көздерім әдемі, жалпы барлығын өзіне алады. Мен әдемімін, мен ақылдымын деген сияқты. Ол, мен ойымша, ондай адам олай айта бастаса, ол тәкаппарлық қалып келеді. Тәкаппарлық деген ол біріншіден ауыр күнәлардың бірі, және де ол Аллах Тағала адам тәкаппарланып кетсе міндетті түрде орнына қояды екен. Жалпы өзімде
енді мен де періште емеспін, менде де сондай кездер болғанда, мысалы өзімше болып кеткен кездерім болғанда, міндетті түрде сондай ситуациялар болады да, мені Аллах тағала орныма қояды. Өйткені тәкаппарланып кетпесін деп Аллах тағала бізді жақсы көргеннен кейін бізді орнымызға қояды. Сол үшін барлығы ақылда, бізді мына шаштарымызда, осы келбетті барлығы Алладан, барлығы Аллах тағаланікі. Сол үшін біз рахмет айту керекпіз, және оны біз жақсы көру керекпіз. Алла бізге берген нәрсенің барлығын біз жақсы көріп құрметтеуіміз керек. Келесі қадам ол өзіңіздің сезімдеріңізге мұқият болыңыз, өзіңізді еркелетіңіз. Мысалға алатын болсақ, жақсы көретін жігіт өзінің қызын қалай еркелетеді, иә? Ол қолында көтереді, бар жақсылығын жасайды. Дәл сол сияқты өзіңізді еркелетуге ұялмаңыз. Сіз мысалы гүл көріп қалдыңыз, иә, сізге мүмкін ешкім гүл бермейді, барып өзіңіз сатып алыңыз, иә? Белгілі бір жетістікке жеттіңіз, өзіңізге сыйлық сыйлаңыз, өзіңізге марапат беріп тұрыңыз, иә? Тіпті мынандай кездерде жұмыстан шаршап келгенде өзіңізге көңіл бөлуге тырысыңыз. 20-30 минут ваннаға жатуға, ванна қабылдауға уақыт бөліңіз. Мынандай ванночкалар, мысалы ваннаға арналған мынандай бомбочкалар бар, иіссулар бар, өзіңізге атмосфера жасап жатыңыз. Әрине сізде ұят сезімі болуы мүмкін, ананы жасау керек, мынаны жасау керек, бірақ кейбір іс-әрекетті шегеруге болады, сіз шаршап тұрсыз. Есіңізде сақтаңыз, бақытты әйел тең болады бақытты отбасы. Барлығы сіздің көңіл күйіңізге байланысты, энергияңызға. Сол үшін олар бақытты болу үшін сізде демалып бақытты болуыңыз керек. Осыны есіңізде сақтаңыз. Сол үшін өзіңізге көңіл бөлуді ұмытпаңыз. Сонымен қоса ваннадан шыққанда тіпті сүртінгенде өзіңізге махаббатпен сүртініп, бұрынғы мысалы тез өтірік сүртіне саламыз ғой, қалай болса солай. Бәрібір сүртінгеніміз, ол барлығы біздің сезімдерімізге әсер етеді. Қалай сүртінеміз, махаббатпен қараңыз. Шыққаннан кейін де тіпті денеңізге көңіл бөліңіз. Денеңізге, бетіңізге лосьон, кремдер бар, міндетті түрде жаққан өзінде де махаббат энергиясымен, махаббатпен, жақсы көретін адам сипайды ғой, балаларын сипайды ғой махаббатпен. Сол сияқты өзіңізге де махаббатпен қарап сипаңыз. Солай жасап көргеннен кейін сіздің сезімдеріңіз өзгереді, өзіңізді сезінуіңіз өзгереді, байқасаңыз. Сол себепті осындай ритуалдар өте маңызды. Тіпті шашыңызды тарағанда, айнаға қарағанда да, киінгенде де тіпті ондай қалай болса тез киіне салмай, енді асықса әрине қиын, асыққан кезде олай. Бәрібірде өзіңізге шынымен мұқият болыңыз, махаббатпен қараңыз. Бұл өзіңізге деген өзіңізге махаббатты көрсетудің бірден бір жолдары. Келесі қадам ол өзіңізден еш нәрсені аямауға тырысыңыз. Мен сізге айтпаймын, барлық зарплатаңызды өзіңіздің ұнайтын көйлегіңізге, туфлиіңізге, жаңағы косметикаңызға ақшаңыздың бәрін соған құртып тастаңыз деп айтпаймын. Ақшаны құрметтеу керек, сыйлау керек. Дегенмен, мысалы біз магазинге барып жатамыз, сол кезде скидкамен арзан бір футболкалар тұрады. Содан кейін бір ұнайтын, былай киіп көргенде өзіңізді әдемі сезінетін бір көйлек тұрады. Өзіңіз шынымен әдемі, ерекше сезінетін көйлек тұрады. Сіз жарайды, қойш, ақшам жоқ қой деп, ұнамаса да әйтеу бір футболканы ала саласыз скидкамен. Осындай жағдайда сіздерге кеңес берерім, ақшаны жинап өзіңізге ұнайтын заттарды, сапалы киімдерді, өзіңізді сол киімде ерекше сезінетін киімдерді алған дұрыс.
Өйткені бәрібір сезімдерімізге әсер етеді. Тіпті үйде де жүргенде біз жаман бір киімді кие саламыз да жүре береміз. Ешкім көрмейді ғой деген сияқты. Дегенмен мысалы ешкім көрмесейді бізді біріншіден Құдай көреді, космос, вселенная барлығына біз ақпарат жібереміз ғой. Екіншіден біздің сезімдеріміз, яғни біз бұл әлемге, бұл космосқа біз жақсы нәрсеге лайық емеспіз деген информация жіберіп тұрмыз. Тіпті үйде ешкім көрмесе де сізді өзіңізге ұнайтын нәски киюге, үйге ыңғайлы киім киюге, ыңғайлы дегенде айнаға қарасаңыз ұнайтын өзіңізге, сонда киім киюге тырысыңыз. Тіпті сізді ешкім көрмесе де. Сіз өзіңізге ұнайтын нәрселер алсаңыз, ұнайтын нәрселер кисеңіз, бұл космосқа мен жақсы нәрсеге лайықтымын деген ақпаратты жіберіп тұрсыз. Мен бар жақсылыққа лайықпын, мен жақсы киінуге, мен бар жақсылыққа лайықты деген ақпаратты жіберіп тұрсыз. Бұл маңызды. Жақсы ұнайтын тамақ жеуге тырысыңыздар. Тіпті ақшаңыз болмай жатса, енді бюджеттік рецепттер бар ғой, неше түрлі интернетте. Сонымен қоса витаминдерді де қабылдауға ұмытпаңыздар, себебі сіздің организміңіз соны қажет етеді. Мысалға алатын болсақ, мен қазір Д витаминін, С витаминін ішіп жүрмін. Міндетті түрде ол иммунитетке маңызды, пайдалы. 6 ай сайын витрумды ішіп тұрамын. Мысалға мен алатын болсақ, мысалы күзде бір 30 күн ішіп шығамын, содан кейін көктемде 30 күн ішіп шығамын. Және өзімді сезінуім кішкене өзгереді, жақсы жаққа қарай. Сол витаминді ұмытпаңыздар. Жақсы тамақтануға тырысыңыздар. Жалпы өміріңізді әдемі заттарға толтыруға тырысыңыздар. Мысалы, бір вазочка сізге ұнауы мүмкін. Солай. Яғни бұл әлемге сіз жақсы нәрселерге лайықты деген ақпаратты жіберіп тұрсыз. Келесі қадам ол сізге ұнамайтын адамдармен араласпауға немесе алыстан араласуға тырысыңыз. Кейбір кезде бізді құртатын адамдар болады. Олардың жанына барсақ, өзімізді шынымен еш нәрсеге қолымыз келмейтін, әдемі емес, адам сезінеміз. Себебі олар критика айтуы мүмкін, қайта-қайта сені түсіріп тастауы мүмкін деген сияқты. Сол ондай адамдардан айырылуға қорықпаңыз, себебі басқа адамдар келеді оның орнына. Мысалға алатын болсақ, бір жиынға сізді шақырды делік, бірақ сіз о жерге барғыңыз келмейді. Бірақ сіз қорқасыз, достарымды жоғалтып алам ба деген сияқты. Достарыңызды жоғалтып алудан қорықпаңыз, өйткені бұл әлем талай жаңа таныстарды береді. Бұл жағдайда не істейміз? Сол жиынға барғыңыз келмейді. Оданша үйде сол уақытты өзіңізге арнап, кітап оқып, немесе ұнайтын сериал көріп отырған жақсы. Сонымен қоса, ұнайтын нәрселермен айналысуға тырысыңыз. Мүмкін сіздің хоббиіңіз бар, гитара шерткенді ұнатасыз, фотоға түсіргенді ұнатасыз. Күнде болсын, немесе 2 күнде бір болсын, өзіңізге бір ұнайтын бір затпен айналысып тұрыңыз. Өйткені ол өзіңізге деген махаббаттың бір көрінісі. Негізі осындай кеңестер өте көп, дегенмен мен сізге эффективті деген өз нәтижесін берген кеңестермен бөлістім. Жалпы бұл іс-әрекеттерді 1-2 рет қана жасау аздық етеді. Өміріңіздің бір бөлшегі, әдет ретінде қалыптастыру маңызды. Басында әдейі жасаңыз, әдейі іс-әрекеттерді намеренно дейді ғой, солай жасаңыз, содан кейін ол әдетке айналады міндетті түрде. Сол, құрметті достар, өзімізді жақсы көруді ұмытпайық. Адам өзін жақсы көргенде ғана шынайы махаббатты біреуге бере алады.
және басқа адамдар оны жақсы көре бастайды. Сол үшін бұл маңызды. Қош сау болыңыздар, жақсылықта жүздескенше, иншаллах.